Түнде де демалмайды. Миымызға тыныштық жоқ. Біз ауылда әше тұрған ауылмыз біз. Біз айта шаршағанбыз. Болды. Енді не істейтін болсақ, көшіріп тастасын бізді. Ауылдың тыныштығын бұзып жатқан карьерге кеттік. Атышулы карьерге келдік, 24-те 7 жұмыс жасайтын. Аудан қауіпсіз полк қандай? Біз районның әкімін білмейміз, айналайын. Көрмейміз де. Осы уақытқа дейін кім екенін де білмейміз. Болды. 300 гектар жерді сусыз дәл осы өніммен өскен. Аудан әкіміне арнайы ендігі шешім тапты. Жұмыс жоқ. Ауылда ешқандай Қазір жоқ су. Су жоқ па? Жоқ, аяда провод жоқ. Что-то кешеде солай болды. Ол жерде ауыз су бойынша биыл жөнделген болады, жаңа құбырлар кіргізген. Байзақ ауданында жалпы жағдай жаман емес. Ауданның барлық ауылдары 100% көгілдір отынмен қамтылған. Ауыл тамыр, қала бұтақ. Тамырсыз бұтақ көгермейді. Ауылдағы ағайынның мән жайын, жағдайын білмекке Байзақ ауданына бет бұрдық. Ауданда 17 ауылдық округ, 40 елді мекен бар. Адам саны 95 мыңнан асып жығылады. Аудандағы 40 елді мекеннің тұрмыстық қалдығы дәл осы 13 гектарлық полигонға жиналады. Жылдан жылға полигон толып келеді. Бұл дегеніміз аудан маңындағы ауылдарға санитарлық және экологиялық қауіп туғызуда. Свалканы айтып уже шаршадық неше жылдан бері. Мына біздің өзіміздің районнан келіп жатыр, әкімшіліктен келіп жатыр, барлық жерге айтып шаршадық. Мына свалка деген жаққан оқта иісі тұншықтырады енді біз. Бала шаға бар. Жазда бала шағамыздың бәрін жара басып кетеді ауыздарыншы. Ол не үшін жара басады? Солардың есінен зардабынан жара басады. Ауырғандар ауыр больницаға түседі. Бас ауырады. В общем, денсаулығы жоқ, құртты денсаулығымызды. Даже бұны мына кісі айтқандай бір жаққа көшіріп жіберсе де болады бізді. Анау мусорымыз түнімен түтін осы сай осының ішінде тұрады. Ана түтінге уланып жатқан адамыз. Иісі деген бұрқырап тұрады. Тезен ашамаймыз жазда. Біз таза ауа жұтып жатқан жоқпыз. Біз қиын заводта отырмыз қазір. Ыстық күн өліп баратырмыз. Қаланың бар мусоры келеді ғой жерге, жалғыз осы район емес қой. Мусор қаланыңқы де келіп толып келіп жатады, жағады оны, лаулайды, анау әтлеп құрту үшін жағады ананы. Түтін жаңағы мусор азаю үшін. Сон түтін ішінде жатамыз. Әңгімеміз осы. Полигонға 2006 жылдан бері қоқыс тасталынып жатыр. Жалпы сыйымдылығы 120 тоннаны құрайды. Өткен жылы полигонды көшіру туралы шешім қабылданған болатын. Алайда кәсіпкер зауыт соғамын дегеннен кейін шешім өзгерді. Нәтижесінде зауыт құрылысы басталды. бізде келген машинаның бәрі сол жерге төгіледі да, сорттаудан өтеді, бәрі сұрыпталады. Сұрыпталған шыққан мына пластик, салафан, бакалашка бәрі өңдеуге кетеді. Одан кейін строительный құрылысқа керек шелек, тазик, сондары шығады, гранулы шығады, пакет шығады, пакеттер кәдімгі. Сосын мына шиналар бар ғой, шина, автомобиль шина, солардың бәрін крошка жасаймыз да, кәдімгі резиновый крошка шығарамыз. Мынау тұрған мына шағал, мына 500 метрде емес, мына шағал күндіз-түні демалмайды. Миымызды жеп қойды. Оны анау топырағы шығып жатыр. Осы ауылға келмегенде қайқа бар жатыр ол? Топырағы шығып жатыр. Түнде де демалмайды. Миымызға тыныштық жоқ. Біз ауылда әше тұрған ауылмыз біз. Бізді көшіріп жіберсе де болады өшірден. Шыннан ғой, қазып жатыр. Мал жайылатын жерде жоқ. Әшін далбаса тұрып жатырмыз біз. Болды. Адам қатарынан шығарып тастаса да болады бізді. Болды. Міне. Шағал жайлы әкімдік біле ма? Өлі айтып жатырмыз ғой. Өшірге әкім болды, биыл сайланды. Әкімге де айттық. Мына түнімен бізді ұйқы бермейді. Не далаға шығамаймыз. Жазды күні бір жатайық десек те жатамаймыз. Мына шағал түнімен жұмыс істейді. Өткенде шағалды келген айтқан түнді істемейді енді деген. Түнді істемегенде ол бірақ түн істеген жоқ, бірақ түн. Қалған мына одан бері бір ай өтті ме, күн түні сақылдайды. Сақылдайды. Суалық туралы айтыңыздар. 30 метр тереңдікке қасып. Мына тоқтау керек 5 метрден кейін олар. Ауа вообще кетіп барады жердің астына. Әкесінің несі бардай. Түнімен ұйықтатпайды. Сақыр-сұқыр әкең суың шаң келеді мияқтан. Түн шығамыз түн ортасында. Түнде істейді. Күндіз әдейі анау істемей ме білмеймін, сатамай. Еді
мына топырағы шығады, Иә, солар сол. су құйып тұру керек, су құймайды, сол үшін түнде мына Шаңғытып. жылқылардың бәрі ұйықтады дейді да, Түнімен шаңғытып ұрады. Рас қой, иә. Түнде істейді. Түнінде істеп жатыр, Түнімен істейді. Түнімен бәрі ұйықтады. түнде істейді ғой. Форточканы ашсаң бітті, шаң келіп жатыр. Ой. Ауылдың тыныштығын бұзып жатқан карьерге кеттік. Атышулы карьерге келдік, 24-те 7 жұмыс жасайтын. Енді түнде қазір жұмыс істемейміз, ал жаздың күндері істейміз. Күн суыған кезде істемейміз. Қазір ешкім шағым жасап жатқан жоқ. Данный моментке мен сізге, сіз маған келіп айтып тұрсыз. Осындай шағым түсіпті деп. Біз шағымды қазір естіп тұрғаннан кейін енді халықпен жиналып, ол мәселені шешуге тырысамыз ғой. Біз мұнда карьерге келдік, әкімшіден басшылықтың орынбасарын, басшылық құрамының номерін алып алдық. Енді әкімшінің айтуынша біз халықпен кездестік, бірақ түнде жұмыс жасамаймыз, халықтан ешқандай шағым жоқ дейді. Өзінен бір ауыз сұрақ көрейікші звондап. Аты Жеңіс деген кісі екен. Трудовой пахыр деген жауапкершілігі шектеулі серіктестік екен. Сол серіктестіктің басшысының орынбасары екен бұл кісі. Звондап жатыр. Алло. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум ассалам. Жеңіс ағасыз ба аға? Иә. Аға, мен есімім Саламат болады, журналист боламын. Сіздердің карьер жаққа келіп қалып едік бүгін. Не жөнінде? Қастарыңыздағы Қосақ деген ауыл тұрғындары шағым жасап жатыр сіздерге. Күндіз түні жұмыс жасайды дейді, шаң көтеріледі дейді, денсаулығымызға зиян келіп жатыр, ұйқы бермей жатыр дейді сіздерді аға. Бізге ондай ешкім ондай шағым айтылған жоқ, шыны керек. Біз тура қасындамыз ғой. Аха. Қосақтан жұмыс істейтін адамдар бар бізде. Мысалы, бізге ондай ештеңе айтылған жоқ, бірақ енді біздің өзіміз шаңды басатын, біз сумен басып тұрамыз әрдайым. Аха. Көтерілген шаңды біріншіден. Екіншіден, біз кеше бүгін басталған карьер емес бұл. 2012-ден бері істеп келатыр. Любой карьер, ол суткамен істейді ғой, күндіз түні. Яғни сіздер қазіргі таңда да түнде де жұмыс жасап жатсыздар ғой аға, иә? Иә, біз суткамен істейміз ғой. Оған рұқсат бар ма? Бізде ауыл әкімдері бәрінен рұқсат бар ғой, заңды түрде рұқсаттарыңыз бар ма? Бәрі бізде заңды түрде, бәрі әкімшілік біледі. Керек нәрселердің бәрі істеп жатыр. Уақытылы налог төленеді, уақытылы средства ақша төленеді дегендей. Оның бәрі заң жүзінде, Мен қазір өзім сыртта едім, әкімшілікке жолығайын, сөйтіп ауыл тұрғындарымен кездесейін, шағымдарын сұрайық. Ол нәрсе шешіледі, себебі біз ауыл тұрғындарымен ондай бір мәселе бізде бір болған емес осы уақытқа дейін, ешқандай. Басшылық құрам. Енді мұндағы кісі жаңағы кісі жазда ғана жұмыс жасады, қазір түнде жұмыс жасамаймыз дейді. Басшылық құрам айтады, 24-те 7 жұмыс жасаймыз дейді. Оған қаншалықты рұқсат бар мен білмедім, бірақ ауыл тұрғындарымен кездесеміз дейді. Бұл кісі әлі кездеспеген сияқты. Жаңағы әкімшіден сұрап едік, біз ауыл тұрғындарымен кездестік, ешқандай шағым болмады дейді. Енді сөздері бір жерден шығып жатқан жоқ, бірақ алдағы уақытта міндетті түрде шешімін табады дейді. Біз оған себепші болсақ қуаныштымыз. Бұру ауылына келіп атпасын тіредік. Ауылдық округтың 13 мыңнан аса тұрғыны бар. Аудан әкімі Бұру ауылындағы 15 көшені жөндеуге 375 миллион теңге қарастырылғанын айтқан болатын. Енді нақты қай көшелер екенін өзінен сұрайтын боламыз. Бұру ауылындағы көшелерге зер салып шығайық. Ассалаумағалейкум. Қайсыздар, қалдарыңыз қалай? Түсіндір, жақсы. Мұндай бар көп па, байқайсыздар ма? Бет жабылмай ма, үнемі? Жоқ қана. Жоқ, басқалары? Ұрлап кетті. Ұрлап кете ма, үнемі? Мен бір рет өзім істедім, мынаның бәрін мен өзім істедім, мына басы сұңғырды, көрдің ба, мынау тұрған жер. Су толып бара жатқанда мен өзім істедім. Өзіңіздің қалтаңыздан істедіңіз ғой? Мынаның бәрін өзім істедім. Оны да ұрлап кетті. Оны да ұрлап кетті. Халық өздері жөндейді. Нашар ниетті адамдар ұрлап кетеді өз пайдасы үшін. Жұмыс жоқ. Ауылда ешқандай производство көтермейді. Баяғыдан осы жақта тұрғансыз ба? Иә. Мусор тарады, бір айда рабочий мусор жоқ ма ауылда акимде? Мусор тазаламай ма? Таза мен еш білдір болды бияға кіргенім. Еш көрген жоқпын. Енді Бұру ауылына кіргеніміз қазір. Кірген бетте ауыл тұрғындарынан сұхбат алып жатырық. Бірі жұмыстың жоқтығын айтып жатса, келгеніме 1 жыл болды дейді. Қоқыс мүлде тазаланғанын көрген жоқпын дейді. Сенеміз, куәміз.
Ауылдағы бір қатар өзекті мәселелерге 500 миллион теңге бөлінген туралы аудан әкімі бақ өкілдеріне берген брифингде айтқан болатын. Оның 375 миллион теңгесі ауылдағы 15 көшені жөндеуге бөлінді деді, және 44-те 7 миллион теңгесі жарықтандыруға жұмсалады деген болатын. Мін, мұнда назар аударсаңыздар, жарық қойылған. Сонымен қатар абаттандыру жұмыстары да қолға алынады деді. Жаңа айттым ғой, ауылда 15 көшені жөндеуге 375 миллион теңге бөлінді деп. Міне дәл осылай тексеріп те кетті, қалыңдығы міне. Мен енді дәл бұндай көшелердегі ал ортасындағы талаптың қанша болатынын білмеймін. Осындай болып тұр қалыңдығы. Енді бұның нәтижесі алдағы жылдарда көрінеді ғой. Қалай болатыны, қанша жылға төтеп беретіні, шыдас беретіні. Қазір жоқ су. Су жоқ па? Жоқ, водопровод жоқ. Что-то кешеде солай болды. Біраз уақыт болды ма? Су тоқтаған? Ну, азаннан жоқ қазір әлі. Осылай тоқтап қала ма су? Иә, сол аспайды ғой. Жиі тоқтай ма? Жиі, кешеде солай болды. Аха. Автоматқа жетмейді тоже. Біз орталыққа қарай жақындадық, соның өзінде осы. Автоматқа жетпей жатыр, автоматтың күшіне, иә? Күші жоқ. Автомат машинаның кір жуғанға? Кір жуады, жоқ, мама, қолда жуады. Осылай жуу керек болып отыр кірді. Судың давлениесінің аздығынан. Мына суды өзенді қарасаңыздар, не деген молшылық. Дәл осындай молшылық, бірақ ауыз су жетіспей жатыр. Неліктен екені ауыл тұрғындары айтып жатыр. Үйде су жиі тоқтап қалады дейді. Жаңада айтып кетті, қазірдің өзінде жоқ, кешеде болмаған дейді. Белгілі уақытта ғана ағама. Бұл мәселе бойынша сұрақта қойылды, аудан әкімі де білет, хабардар айтқан болатын. Бұл ауылдағы ауыз су мәселесінің шешімін табуға жоспар бар, шешімін табады деген болатын. Әлі нәтиже шықпаған ғой. 2025 жылы аудан бойынша 38,4 миллиард теңгеге 122 инвестициялық жоба жоспарланған. Соның бірі органикалық тыңайтқыш және ланолин өндірісіне келдік. Мұнда жалпы жоба құны 450 миллион теңге, қуаттылығы 10 мың тонна. Техникалар түгел дайын, алдағы уақытта толық іске қосылатын болады. Осындай майдалап тастай? До пылинки жібересіз? Жүн екеуін араластырады, мен тағы да бір несі бар, иш шығармайтын. Мысалға мынаны бірінші нені птица фабрикадан бізде жаңағыда айттым ғой, бізде 1 200 000 тауық бар, екі неден. Соның шығатын нелерін мосттың астында өздерінің бір орындары бар, сол жерде ұстап, сол жерде бірінші ашты иісін алады, содан кейін осында келіп тағы да нелерін қосып, содан кейін бар, осындай жаңағыдай көргеніңіздей мына установкамен араластырып жүнменен. Сөйтіп ары қарай кірсеңіздер, қазір көрсетем, заводтың қалай істейтін, өзі прямо гранулированный шығады. Содан кейін ар жағында мишках мынандай пылинки сияқты шығады. Ланолин деген осы ма сонда? Аха, иә. Бұның не, слитра сияқты ма, типа? Жоқ, слитр емес, просто думалақ болады да, бәрі ішінде болады. Ана бар, жұқа майда болады. Аха, иә, майда, топырақ болады сияқты. Екеуінің қызметі бір ма? Аха. Олар басқаша, мына линия басқаша болады бізде. Болды аға. Болды аға. Хиді жоқ. Біз тұрған нысан көп ұзамай томат өндірісі болмақ. Жоба құны 500 миллион теңге, ал қуаттылығы 3000 тонна. Бүгінгі таңда қызанақ дақылын өңдеуге қажетті құрылғылар тапсырыс беріліп, құрылыс жұмыстары жүруде. Дәл қасымда тұрған Биомар Групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы Хабиев Михаил деген азамат бұл кісі бұршақ дақылын өңдеу бойынша мемлекеттен 200 миллион теңге қаражат алған болатын. Ендеше өңдеумен жақынырақ танысайық. Фасоль осы. Біз шетелден әкелдік. Қырғызстаннан әкелдік, Мексикадан әкелдік. Пробный екті көрдік. Мексиканың тұқымы өте жақсы болды. Өйткені Мексика ыстық бір жер. Қырғызстанның сорты бізге шыдамады, күйіп кетті бәрі. Бірақ Мексиканың өте жақсы болды. Қазір заводты құрайын деп жатырмыз. Сева оборот ретінде өте рентабельный бір культура болып тұр. Яғни әкелдіңіздер, енді осыны көбейтесіздер. Көбейтеміз. Сөздерде Қазақстан өзімізде семеноводческий хозяйствода ашайын деп жатырмыз. Өйткені жыл сайын біз $4850 бір тоннасын Мексикадан алып келдік.
жыл сайын сол ақша шетелге кетпесін деп өзіміз уже көбейтіп районировать етіп специалистерді әкеліп тұқымында өзіміз шығарайын деп жатырмыз Қазақстанда. Жидкий удобрение біз сол қойдың жүнінен істеп жатырмыз оны. Өздеріміз. Бочканың ішінде көрсеңіз болады. Жидкий форма. Кейін шетелге анализге жібереміз. Ішінде не бар? Азот, фосфор, қай өсімдікке не жетпей жатыр. Мысалы, допустим, жүгеріге фосфор көбірек керек. Дополнительно фосфор қосамыз. Азот керек, дополнительно сәл азот қосамыз. Бірақ 90% жүннен болып тұр. Дәл осы өнімді пайдаланып, Байзақ ауданы Жоңаршықаны су тапшылығы кезінде Жоңаршықаны өсірген, иә? Қанша гектар жерден? Қанша гектар өрді? 31 бәле сол жерге ұрдық қой. Қалған жерге ұрмадық. Общий 300 гектар. 300 гектар. 300 гектар жерді сусыз дәл осы өніммен өскен екен. Байзақ ауданында тәжірибеде болған. Тұзды жерлерге қолданылады. Бір жылға тұзын алып тастайды. Соленый гектар көп қой бізде Түркістан ауданында мысалы. Солтов деген бар. Қолдансаңыз бір жыл сол тұзды жойып тастайды. Тұрғындарды толғандырған түйткілді мәселелердің мән-жайын білу үшін шешу жолдарын анықтау үшін аудан әкіміне арнайы келді. Қайырлы күн, Олжас Елебекұлы. Әкім болғаныңызға бір жылға жуықтап қалды. Ауылдарды аралап үлгердіңіз бе? Аудан халқы сізді толық таниды ма? Рахмет сұрағыңызға. Жалпы өздеріңіз білесіздер, мен тағайындалғаныма бір 10 айда уақыт болып қалды. Жалпы барлық ауылдық елді мекендерді аралап шықтым. Ауданымызда қазір 40 елді мекен бар, 17 ауылдық округ. Сосын президенттің жалпы 2022 жылғы 3 наурыздағы 826 жарлығы бар. Сол жарлыққа сәйкес барлық деңгейдегі әкімдер халықпен кездесу өткізу керек. Жалпы өзім осы уақытқа дейін 10 айдың ішінде 52 кездесу өткіздім, 17 ауылдық округте. Тамаша. Қосақ ауылы маңындағы карьер күні-түні жұмыс жасайды деп тұрғындар бізге жауап жазды, мәселесін айтты. Бұл жайлы хабардарсыз ба? Тұрғындар бұл мәселені шеше алмай жатқанын айтты. Аудан әкімі келіп ауылдың тыныс-тіршілігімен танысып, мән-жайды білді ма десек, аудан әкімін танымаймыз дейді. Бізде кеше сұхбат жүрген еді халықпен. Жақсы. Жалпы ол карьер бойынша мен кеше естідім. Жалпы ауыл тұрғындарынан сонда шағым түсіп отқаны бойынша. Біз ол карьердің иесімен хабарласып, түнгі мезгілде жұмыс жасамауды сұрандық. Ол кісінің түсіндіріп жатқаны, біздің облысымызда үлкен инвестициялық жобалар жүзеге асып жатыр. Сол жобаларды жүзеге асыру мақсатында ол кісілер 24 сағат жұмыстар жасап жатқан екен. Карьер болғаннан кейін жаңағы құмшағал қоспалары сол жаңа инвестициялық жобаларға қажет болған. Бірақ түсіндіру нәтижесінде ол кісілер бізге келісті. Түнгі уақытта жұмыс жасамаймыз деп уәдесін берді. Мәселе ендігі шешім тапты. Енді шешім тапты. Тамаша. Қосақ ауыл тұрғындары айнала толы карьер, одан қалса қоқыс полигоны өріс мүлде жоқ дейді. Жұмыстың жоқтығын тағы айтып, ауылда тұрудың еш маңызы қалмады деп отыр. Бұл ауылдың өріс мәселесі шешімін табады ма? Аталмыш ауылда болашақ бар ма? Тұрғындар болашақтан үміті жоқ. Тұрғындарда енді болашақта үміті жоқ деп мен айта алмаймын. Бір-екі адамнан интервью алып, ондай шешім қабылдау сіздер үшін мен ойлаймын жалпы дұрыс емес деп, себебі Байзақ ауданындағы карьерлердің саны, олар заң аясында алған карьерлер, жалпы 17 құмшағал карьері бар бізде. Одан бөлек 5 саз топырақ шығаратын карьерлер бар. Ол карьерлердің барлықтары заң аясында табиғи ресурстар басқармасы арқылы лицензиясын немесе келісім шарттарын алған. Жаңағы жайылым мәселесі бойынша ол жайылым жері ауданда жетіспейтіндігі түсінікті. Онда проблема бар, себебі елді мекен маңынан жайылым жер табу өте қиын. Онда проблема барлық ауылдарда бар. Біз қосымша осы орман шаруашылығы мекемесінің өзінде 250 мың гектарға жуық жер бар, жайылым жер. Сондықтан арендаға алып отқан біздің ауданның азаматтары. Соның өзінде қосымша мал басына шаққан кезде бізге әлі де 58 мың гектарға жайылым жер жетіспейтін болады. Ал жалпы жаңа Қосақ ауылы бойынша, ол ауылдың тұрғындарына жаңа жұмыс мәселесі бойынша бізде бүгінгі күнге 104 вакансия бар. Олар мансап орталығына келіп қайырылған жағдайда біз оларға жұмысты ұсына аламыз. Жаңа айтып жатсыз ғой, 1-2 тұрғын деп. Бізде 1-2 тұрғын емес, кеше біраз халық жиналды. Ол жерде 10 шақты десем қателеспеймін.
олардың айтуынша біздің денсаулығымызға да нақты өздерінің ауылының тұрғындары денсаулығының басым көпшілігінің нашар екенін айтты және оның зияны осы карьерден және қоқыс полигонынан деді. Осы жайлы нақты ақпарат біле алдыңыздар ма? Денсаулық сақтау басқармасы бұнда қарады ма? Сізге ақпарат жетті ма? Бұл адамдар бізге қайырылған жоқ. Егер олар денсаулықтарына зиян келіп жатса, біз оларды денсаулық сақтау басқармасы арқылы өзіміздің жаңағы бас дәрігер арқылы емдеуге дайынбыз. Және де ол мәселелер бойынша енді шағымдану әрине түсіп жатты. Ол полигон Қосақ ауылында орналаспаған, полигон басқа Дихан ауылында, Аймантөбе ауылдық округіне қарасты жерде орналасқан. Ол полигон 2006 жылдан бері жұмыс жасап келе жатыр. Бұл проблеманы біз шешу жолын қарастырып, жалпы ол полигонның иесіне мынау құжаттарды рәсімдеп, қайта өңдеу, сұрыптау технологиясын енгізу бойынша жұмысты қолға алғанбыз. Соның нәтижесінде ол полигон қазіргі күнде 1 миллиард теңге шамасында фонд развития предпринимательства деген бар, яғни жасыл даму қоры. Сол жасыл даму қоры арқылы қазір қаржыландыру көздерін тапты, келісім шартқа қол қойды. Қазір өз қаражаты есебінен 100 миллионнан аса ақшаны жұмсап, ол қоқыс полигонын жаңағыдай қайта сұрыптау өндірісін ашу жұмыстарын қолға бастап кетті. Қазір құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Оны барып көрсеңіздер болады. Көрдік, зауытта түсіріп кеттік. Тамаша жаңалық. Ол біздің Жамбыл облысындағы ең алғашқы қайта сұрыптау полигонын қоятын үлкен жобалардың бірі. Керемет өндіріс болмақ. Жас мамандарды, мұғалім, дәрігер сынды ауылда тұрақтандыру үшін қандай шара бар? Енді өздеріңіз білесіздер, жалпы жас мұғалімдерді жаңа денсаулық сақтау, одан да бөлек ветеринария саласының қызметкерлерін ауылда ұстап қалу өте қиын. Соған байланысты жергілікті бюджеттен тиісті қаржылар бөлініп, біз дипломмен ауылға бағдарламасы арқылы оларға көтермелеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Ол жаңағыда экономика басқармасы арқылы заявкалар алдын ала беріліп, оларды біз тұрғын үйге жаңағыдай орналастыру мәселесін қолға алып жатырмыз. Тағы бір сұрақ, Бұру ауылындағы ауыз су қысымының төмен екендігі қозғалған болатын. Ол өзіңізге де мәлім. Сіз өңірлік коммуникациялар қызметіне берген брифингіңізде айттыңыз, бұл мәселе бойынша менде жоспар бар дедіңіз, шешіледі дедіңіз. Бүгін де шешілді ме, жоспар жүзеге асты ма? Бұрыл ауылдық округінде проблема, ауыз су мәселесі бойынша проблема бар. Себебі Бұрыл ауылдық округінде шамамен жылына 100-150 үй жаңадан үй соғылады. Ол үйлердің барлықтары біздің мемлекет тарапынан салынып жатқан екі емес, ол жаңа жеке секторлерден салынып жатқан үйлер. Соған жаңағыда кезінде жұмыс жасаған кезде су мұнараларының қуаты жетпейді, көлемі жетпейді, судың көлемі. Соған байланысты біз арнайы аудандық бюджеттен қаржы қойып, қазір мынау су жетпей тұрған массивтерге су жеткізу жұмысын қолға алдық. Ол жерге жаңадан насос қойылды, соның нәтижесінде қазір су жетіп тұр ол жерге. Бірақ Құмжота ауылында біз қазір жоба жасап жатырмыз. Ол жерге жерді анықтадық. Сол жерге жаңадан су мұнарасын орнату керек болып тұр. Өйткені айтып отырмын ғой, массив өте үлкен, ауыл қатты өсіп келе жатыр, және халық саны өсіп келе жатыр. Ол жерде шамамен қазір 15 мыңға жуық халық тұрады. Біз кеше Бұру ауылына да барып қайттық. Жол бар, жарық бар. Былтыр 500 миллион, биылға 500 миллион қойылды. Жақсы жүзеге асып жатыр, бірақ ауыз су қысымы әлі төмен. Үйіне кіріп ағызып та көрдік. Кейбір тұрғындардың үйінде әлі су жоқ. Демек, мәселе әлі толық шешілмеді. Мәселе әлі бар, айтып отырмын. Оған жаңағыдай қосымша су мұнараларын орнатамыз. 2025 жылы аудан бойынша 38,4 миллиард теңгеге 122 инвестициялық жобаны іске асыру жоспарланған екен. Жобаны көріп қайттық, бір-екеуін бағана, томат өндірісін, тағы басқаларын тамаша жүзеге асып жатыр. Енді жыл соңына дейін жоспар 100% жүзеге асады ма? Біз енді жалпы ауданда былтыр мысалы жыл жоспары 23 миллиард теңге шамасында болса, биылғы жылға біздің өзіміздің жаңағы мүмкіндіктерімізді қарай біз 38 миллиардқа жобаларды жүзеге асыруды жоспарлап отырмыз, бағана сіз айтқандай. Дегенмен де біз межені одан тоқтатып қойып жатқан жоқпыз. Біздің межеміз одан да жоғары көрсеткіштерге жеткізу. Өздеріңіз білесіздер, жақында ғана осы қыркүйек айының соңында біз жаңадан қант өндірісін өндіретін Қытай инвесторларын тартқан болатынбыз. Ол кісілерді біз осы айдың соңында күтіп отырмыз. Яғни олардың құрылыс жұмыстары басталған кезде бізде қайтадан жаңағы инвестициялық жобалардың құны көтерілу керек, көлемі көтерілу керек. Көп рахмет. Рахмет.
Байзақ ауданында жалпы жағдай жаман емес. Ауданның барлық ауылдары 100% көгілдір отынмен қамтылған, ал ауыз сумен биылдан қалмай толық қамтамасыз етіледі деп көзделіп отыр. Ал қалған тындырымды жұмыстармен қолға алу керек мәселелерді көрсеттік деп ойлаймын. Келесі қай ауданға барайық, пікір білдіріңіз.